Ерлер, ашығын айтайықсақ, 50 жастан асқан соң көпшілігіміз төсекте бұрынғыдай ширақ емес екенімізді байқаймыз. Статистикаға сенсек, ер адамдардың 70%-ға жуығы осы мәселеге тап болады. Бірақ бұл қарттықтың белгісі емес, бұл ағзаның көмек сұрағаны. Көбіңіз бірден дәріханаға жүгіріп, қымбат таблеткалар ішесіз. Бірақ олар мәселені түбірімен шешпейді, тек уақытша алдайды. Мен сіздерге қазір кез келген ас үйде тұрған, тамырларды тірілтетін қарапайым сусын туралы айтып беремін. Мен Мирас Ерланұлы ерлер арасындағы ең маңызды тақырыпты ұялмай ашық талқылайық. Мәселе неде? Ер адамның күші бұл ең алдымен қанның жүруі. Егер қан төменге қарай жақсы айдалса, бәрі дұрыс. Ал егер тамырлар бітеліп, тарылып қалса, мәселе содан шығады. Елестетіп көріңізші, ескі су құбыры. Уақыт өте келешіне қақтырып, су әрең ағады ғой. Біздің тамырларымыз да дәл сондай. 50 жастан кейін тамырлар қатаяды, ішіне холестерин жиналады, қан жүруі баяулайды. Осыдан кейін төсекте сәтсіздіктер жиілейді. Бұл тамырлардың бітелгенінің алғашқы белгісі. Құтқарушы сусын, анар шырыны. Біздің тамырларымызды ішінен кеңейтіп, қанды қатты айдайтын бір табиғи күш бар. Ол кәдімгі анар шырыны. Оның құрамында тамырды тазартатын ерекше заттар бар. Олар тамырға кеңей, жол бер деген белгі берер. Ғалымдар дәлелдеуі бойынша, егер бір ай бойы осы шырынды ішсеңіз, ерлердің басым бөлігінде бәрі өз қалпына келеді. Бұл химиялық дәрілерден әлдеқайда қауіпсіз әрі пайдалы. Қалай ішу керек? 3 маңызды ереже, кез келген шырын жарамайды. Мынаны жақсылап есте сақтаңыз, дүкеннің тәтті суын алмаңыз. Қораптағы арзан нектарлар бұл тек қант пен су. Пайдасы 0. Тек 100% табиғи, қантсыз деген шырынды немесе жаңа сығылған шырынды ішіңіз. Мөлшері күніне 1 стақан 200-250 мг жеткілікті. Көп ішсеңіз қант көбейіп кетеді, аз ішсеңіз әсері болмайды. Уақыты, егер нәтиже тез керек болса, жақындықтан 1-2 сағат бұрын ішіңіз. Ал жалпы ем болсын десеңіз, таңертең аш қарынға ішіңіз. Әсерді қалай күшейтеміз? Егер мына 2 нәрсені қоссаңыз, нәтиже тіпті керемет болады. Грек жаңғағы, шырынды ішкен соң 1 уыс жаңғақ жеңіз. Жаңғақ тамырды кеңейтуге қажетті негізгі шикізат. Ащы шоколад, 1-2 тілім шоколад көңіл-күйді көтереді және қанды тез айдайды. Кейбір жағдайда дәрігермен кеңесу керек. Бірінші, егер сізде қан диабеті болса. Екінші, егер қан қысымыңыз, давление жиі көтеріліп, дәрі ішіп жүрсеңіз. Үшінші, егер асқазаныңызда жара, язва болса. Ерлер мәселеден қашпау керек, оны шешу керек. Анар шырыны бұл табиғаттың бізге берген сыйы. 1 ай бойы байқап көріңіз, ағзаңыз сізге рахмет айтады. Видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіз. Өзіңізге абай болыңыз.